Ислам діні Алла тарапынан жіберілген ақырғы илахи дін. Бұл дін тек қана белгілі бір ұлтқа яки қандай да бір тайпаларға емес, бүкіл жер бетіндегі адамзат үшін жіберілген дін. Сондай-ақ ислам дінінің үкімдері, аяттары бұл тек белгілі бір уақытпен шектелмеген, бүкіл осы адам атадан бастап Мұхаммед пайғамбарға дейін әртүрлі жүйелер болса, Мұхаммед пайғамбар келгеннен кейінгі соңғы дін бұл қияметке дейінгі келетін бүкіл адамзаты және бүкіл уақыт ғасырларды қамтитындай жалпы келген үкімдер. Сондықтан ислам діні бүкіл адамзаттың мәселесін шеше алады. Заман ескірген сайын Құран жаңарып отырады. Құранның әртүрлі аяттары заман жаңарған сайын әртүрлі қырлан тәпсірленіп, адамзаттың күрмеуі қиын небір мәселелерін шешіп отыр. Жалпы әлемдегі мұсылмандарға келетін болсақ, әлемдегі мұсылмандар осы соңғы 3 ғасырға дейінгі уақытта Құранды терең түсініп, оны замандарына қарай талдап, замандарының мәселесін шеше білді. Замандарының мәселесін шеше білді. Өз замандағы түйткілді мәселелер шеше білді. Оны тиімді қолдана алды. Небір ғылымның ұшар шыңында мұсылман ғалымдар тұрды. Әлемдегі ашылған үлкен-үлкен ірі ғылымдарды мұсылман ғалымдары шешіп кеткен болатын. Бұл деген сөз Құранды дұрыс түсініп, дұрыс оқып, өз заманына қарай тәпсірлей білді деген сөз. Мысалға, алысқа кетпей-ақ қояйық, осы Орта Азиядан шыққан Әл-Хорезми. Ол кісінің бүгінгі таңда бүкіл ғалам қабылдаған алгебра ілімін бастап кетті. Тіпті алгебра деген сөздің өзі сол Әл-Хорезмидің Әл-Жәбр уәл-Мұқауала деген кітабынан бастап алып отыр. Әл-Жәбрді аз өзгертіп Әл-Гебра дейміз біз. Әл-Бирунилер жердің домалақтығын, жердің ортасында тартылыс күшінің бар екен, сонау 11-12 ғасырда дөп басып айтып кеткен болатын. Батыс бұл уақытта ұйықтап жатыр еді. 16 ғасырдың ортасының өзінде жерді домалақ деген Галилей, Бруно, Коперниктерді инквизиция сотына үкім қылып, сол жерде өртейміз деп қорқытты. Тіпті Бруналарды өртеп жіберді мысалға. Міне біздің алғашқы буын мұсылмандар, осы соңғы 3 ғасырға дейін мұсылмандар әрдайым Құран үкімдерімен жүріп, соны тиімді пайдаланып, қоғамның, заманның өзекті мәселелерін шеше білді. Ал бірақ енді мына соңғы 3 ғасырға біз көз жүгіртетін болсақ, мұсылмандардың әжептәуір әртүрлі салада кейінге қалғанын байқап отырмыз, тоқырап қалғанын біліп отырмыз. Құран мен хадисті заманға сай тәпсірлей алмағандығын, тәпсірлегеннің өзінде оны іс жүзінде жүзеге асыра алмағандығын байқап отырмыз. Жалпы әлемдегі мұсылмандардың жағдайы соңғы кезде қуантарлық жағдайда емес. Бірақ десек те осы 21 ғасырда мұсылмандарда күрт өзгеріс бар, ояну бар, талпыныс бар. Өздерінің қай жерден мүлт кеткендіктерін сезе бастады. Қазір Құдайға шүкір көптеген мұсылман елдері, Малайзия болсын, Түркия болсын, Индонезия болсын, басқа да мұсылман елдері оянып, бір сілкініс жасап, Құран мен хадисті осы заманға қарай тәпсірлеп, экономикалық тұрғыдан, саяси тұрғыдан, мәдени тұрғыдан үлкен серпіліс жасады деп айтуға болады. Мұсылман елдерінде адамның табиғаты бұзылған жоқ. Негізгі адамды адам етіп тұрған ар-ождан әлі бар, тірі. Сондықтан одан үміт күтуге болады. Құранымыз қолымызда, хадистеріміз алдымызда. Егер біз соларды дұрыстап заманымызға қарай тәпсірлейтін болсақ, меніңше әлемдегі мұсылмандардың жағдайы 21 ғасырда үлкен жетістікке жетті деп ойлаймын. Өйткені жас жағынан да мұсылмандардың еліге етіп отырған жерлерінің асты да үсті де бай, потенциал өте көп. Сондықтан әлемдегі мұсылмандардың жағдайы, мен ойлаймын, осы 21 ғасырда үлкен бір
өзгеріске ұшырайды. Және бұрынғы мұсылмандар тәрізді әлемдегі тепе-теңдіктің сақталуына өз үлестерін қосады. Қазақстан тәуелсіз ел, бүкіл ислам әлемімен қарым-қатынаста біз жаңағы ислам конференциясы ұйымына немесе ислам ықпалдастық ұйымына біз мүше елміз. Оны 2011 жылы өздеріңіз білесіздер, сол ұйымға, үлкен ұйымға төрағалық етті. Сондықтан мемлекет тұрғысынан алған кезде біздің мұсылман елдермен қарым-қатынасымыз өте жақсы. Тіпті мына 3 жылда бір рет өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезіне қарап отырсақ, бүкіл ислам әлемінің діни ірі тұлғалары келіп отыр. Біз олармен үнемі байланыстамыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы барлық мұсылман елдермен жақсы қарым-қатынаста. Кеше ғана осы съездің 10 жылдығына ірі тұлғалар келді. Солар біздің діни басқармаға осы мешітімізге ат басын тіреп, осы жерде сұхбат берді. Сондай-ақ Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы арнайы келісімшартпенен өзінің мамандарын, жаңағы бұғанасы бекіп, қанаты қатайған, осы жерде негізгі діни білімін алған азаматтарын қазір шетелге жіберіп жатыр. Мысалға айтатын болсақ, Түркия еліне, Мысыр еліне біз шәкірттерімізді жіберіп отырмыз. Сондықтан бұл қарым-қатынас әрі де ары қарай дами береді. Енді кезінде өздеріңіз білесіздер, сонау қиын заманның өзінде шәкәрімдер Стамбулға барып, сол жерде білім алып, кітапханаларын аралаған болатын. Қазір мынандай жаһандану заманында біздің жабық қалуымыз ол әсте мүмкін емес. Қазақстан мұсылмандарының көзі ашық мұсылмандар. Өйткені кеше кеңес кезеңінде болсын, тәуелсіз қалған жылдардан бері болсын, біздің қазақ даласында сауатсыздық мүлдем жоқ, болмаған. Бәрінің көзі ашық, әлемдегі бүкіл географиялық қай елдің қай жерде тұрғанын бәрін жатқа біледі біздің жастарымыз. Ал енді исламды қалай түсінеді дейтін болсақ, ислам әлемдік дін екенін бәріміз білеміз. Өйткені Абайдың өзі айтып кеткен, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жол осы деп әділет дейді. Адамды сүй, Алланың хикметін сез деп, бізді осы бүкіл адамзатпен қарым-қатынаста болуда, адамзатты дініне қарамастан, ұлтына қарамастан сүюге, олармен ортақ мәмілеге келуге шақырып кеткен болатын. Сондықтан қазақ мұсылмандар, қазақстандық мұсылмандар бүгін қазір әлеммен тікелей тығыз қатынаста, біздің жаңағы ғаламтор арқылы болсын, басқа да жолдармен ислам мұсылмандардың, әлемдегі мұсылмандардың жағдайын біліп отыр. Ислам дінінің әлемдік дін екенін терең сезінеді. Бірақ соған қарамастан, ол дін әлемдік болғанымен, оның жаңағы әр елге қарай, әр жерге қарай, заманына қарай тармақ мәселелерінде, анау кілт мәселелерінде, үлкен негізгі мәселелерінде емес, бірақ тармақ мәселелерінде өзгерістер болады. Ол елдің әдет ғұрпына, жағдайына қарай өзгеріп отыратындығын сезеді мұсылмандар. Сондықтан бізде Ханафи мазхабын ұстанамыз, Матурид ақидасына сенеміз. Оның бәрі сол ақыл-ойды кеңінен қолдануға шақырады. Құран мен хадиспен қатар сол ақыл-ойдың рөлінде ерекше танитын мектептің біз ұстанушылар болғандықтан, ол ислам дінінің әлемдік дін екенін толықтай сезінеді, дұрыс түсінеді.